Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін математика сабағының 18-ші сабағын бастаймыз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Ал біз бастаймыз. Бірінші сабақ. Суретте қай заттар 9-9-дан бейнеленген? Балалар, 9-9-дан бейнеленген заттарды бірдеге іздейік. Тақтада дөңгелектердің саны 9. Сағаттың тілі 9-ды көрсетіп тұр. Балалар, шкафтың үстінде 9 кружка тұр. Тақтаның астындағы шкафтың үстінде балалар 9 түрлі түсті ағаштар тұр. Және балалар 9 осындай шеңбер қиып отыр. Балалар, және мына оқушының жанында 9 түрлі түсті лента тұр балалар. Барлығын таптық деп ойлаймын. Келесі есеп. Сырым 2 дана түрлі түсті парақты ортасынан 2 рет бүктеді. Бүктелген қағаздан дөңгелек қиып алды. Неше дөңгелек шықты? 9 дөңгелек болу үшін неше дөңгелек жетпейді? Балалар, бұның жауабы 4 болады. Енді біз 9 дөңгелектен осы 4 санын азайтамыз. Демек 5 болады балалар. 9 дөңгелек болу үшін 5 дөңгелек жетпейді екен. Барлығы түсінікті болса, келесі сабаққа көшейік. Екінші есеп. Сандардың қосындысы мен айырмасын құрастыр. Балалар, біз бастаймыз. 8 қосу 1 тең 9. 1 қосу 8 тең 9. 9 азайту 1 тең 8. 9 азайту 8 тең 1. 7 қосу 2 тең 9. 2 қосу 7 тең 9. 9 азайту 2 тең 7. 9 азайту 7 тең 2. 6 қосу 3 тең 9. 3 қосу 6 тең 9. 9 азайту 3 тең 6. 9 азайту 6 тең 9. 5 қосу 4 тең 9. 4 қосу 5 тең 9. 9 азайту 4 тең 5. 9 азайту 5 тең 4. Балалар, сабағымыз түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Үшінші есеп. Заттарды сана, олардың санын салыстыр және жаз. Балалар, бояуға арналған ыдыстардың саны бізде 6. Қайшылардың саны 5. Демек 6 5-тен үлкен. Келесі есеп. Балалар, қылқаламдардың саны бізде 9. Ал қайшылардың саны 5. Сондықтан біз 5 санын жазамыз және 9 санын жазамыз. 9 саны 5 санынан үлкен деген таңба тұр, балалар. Түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Төртінші есеп. Бос орындарға тиісті сандарды ата. Өзің 10-нан 1-ге дейінгі сандардың қатарын құрастыр. Балалар, бірге санайық. 10, 9, не жетіспейді? 8 дұрыс, 7 дұрыс, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тамаша. Енді тез санап көрейікші. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тамаша балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Балалар, бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.